Олар себепті, иә? Ал жақсы. Қыздар, бүгін бізде жаңа сабағымыздың тақырыбы тоқыма мозаика техникасында тігін бұйымдарының дизайны. Ол құра, петчворк, твид және идеяларды құру. Сабақтың мақсаты өзінің және өзгенің, олар суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер тәжірибесіне сүйене отырып және композицияның негізгі заңдылықтарын сақтай отырып қарапайым нысандардың дизайнын дайындау бойынша тапсырмаларды орындау. Міне мақсатымыз осы. Жалпы құрақ деген не? Құрақ деген біздің қазақ халқына өте танымал, өте бір кең қолданыста жүрген қолөнердің бір түрі. Барлық үйімізде, қазақтың барлық үйінде құрақ көрпе бар. Оны маталарды қиып құрайды. Мысалы, мына жерде қарасаңдар, заманауи үлгіде құралған бір өте тамаша құрақ көрпеше және ою бастырылған. Көрдіңдер ме? Бұл жерде мата, қыжыма матасы алынған. Ал петчворк дегеніміз не? Құрақ дегенді біліп отырмыз, ол құрақ өзімізге өте танымал құрақ. Ал петчворк дегенімізде, петчворк дегенде бұл да құрақтың бір түрі. Матаның түрлі түсті қиындыларына тұтас бір үлкен бұйым жасайды. Міне сол бұйымды петчворк деп атайды. Бұл Англия елінде пайда болды деп саналады ерте заманда. Мына жерде енді квилт деген сөз бар. Квилт құрақ құраудың америкалық техникасында екі матаның арасына мақта не ватин салып, тігін машинкасымен үстінен сырық тігіледі. Сол сырық тігілген кезде ол тігіс арқылы бір әдемі шығыңқы өрнектер пайда болады. Міне осыны квилт дейді. Ал енді құрақ құрау бізде ертеден келе жатқан қолөнер болғандықтан қазіргі заманауи үлгіде жасалынатын құрақтарды дизайнерлер жобалайды. Мысалы, дизайн деген жобалар дайындауды, яғни идеядан оны жүзеге асыруға дейінгі үдеріс. Ал соны жасайтын адамды кім дейді? Дизайнер дейді. Дизайнер ол үлгісін жасайтын адам. Ал енді бізде құрақ құрау үшін енді не керек бізге? Мата керек. Матаны қарасаңдар, мынандай түрлі түсті өзіміздің жасаған дизайнымызға қарай, мысалы, мына жерде көріп тұрсыңдар ма құрақтарды? Осы дизайнға қарай біз мата таңдаймыз ең алдымен. Мата таңдаймыз. Одан кейін барып, ол қандай болу керек? Ол сетінемейтін жеті. Ол тозбайтын, жылдан тозбайтын болу керек. Сосын созылғыш болмау керек, мата созылып кетпеу керек. Бізге не керек матадан басқа? Мата түсіне қарай әртүрлі жіптер, қияшын, қайшы, сызғыш, не болмаса мынандай сантиметрлік таспа керек. Енді түсті қалай таңдаймыз? Түсті негізгі үш түс. Ол қандай түс екен? Сары, қызыл. Негізгі осы үш түстен кейін барып басқа түстер осылардың араласуына пайда болатын түстер. Мысалға, сары мен көкті қосса, одан қандай түс шығады? Жасыл түс шығады екен. Ал сары мен қызылды қосса, қызыл түс шығады екен. Ал көк мен қызылды қосса, одан күлгін түс шығады екен. Міне сол сияқты осы түстерді бір-біріне қосу арқылы басқа түстер пайда болады. Құрақтың негізгі тараған бірнеше атаулар бар. Олар ботагөз, тұмарша, құдық, диірмен, қайшы және жұлдыз. Мына жерде көріп тұрсыңдар, мынау жұлдыз құрақтары. Көріп тұрсыңдар ма? Жұлдыз құрақтары, мынау да жұлдыз құрағы. Біз жаңа айтып отырған петчворкіміз, міне қыздар. Петчворк деген осындай бұйымдар. Ал мынау квилт деген бұйым. Ол жаңағы мен сырық тігілген кезде сол тігіс арқылы әдемі бір өрнек шығады. Ал мына жерде бұл үлкен жаңағы петчворк, үлкен бұйымдар осындай жайма сияқты. Ол да
Англияда печворк Англияда пайда болған деген ертеде сондай не бар. Ертеде пайда болды деген сөз бар неде. Ал енді қараңдар қыздар, біз осы құрақты құрау үшін жаңа жобасын дайындаймыз дедік, иә? Ал қазір сендердің алдарында жатқан қағаздарын соны бояп, жобасын шығарыңдар. Сендерде сызба қағаздары жатыр алдарында. Сызба қағаздары жатыр, екі түрлі. Соны бояп қазір көрсетіңдерші маған. Қандай түстерді қолданып жатсыңдар, қазір көреміз. Құрақ құрағанда түстер бір-бірімен әдемі үйлесу керек. Түстер үйлесімі болу керек, композиция сақталу керек, сондай бір. Ал аяқтарың бар ма? Міне қыздар, мына қарасаңдар, мына жерде қанша түсті қолданыңдар сендер? Үш түсті. Бұлар қызыл, сары және жасыл. Бұл ром үлгісінде жасалған құрақтың бір көзі, иә? Міне осы үлгіге қарап енді ары қарай мата түсін таңдап қиып тігуге болады. Ал мына жерде сендер қай түсті алыпсыңдар? Қызыл. Қызыл. Бұл жаңағы тюльпан киесі, иә? Тюльпан құрағы. Ал енді қыздар, осындай құрақты құрау үшін әртүрлі геометриялық фигуралар қолданылады. Бұлар шаршыда, көрдіңдер ме? Алты бұрыш, трапеция, тең белгі, үш бұрыш, пирамида, ром. Соның ішінде мына жерде біздегі қазір сендер жасаған ром геометриялық фигурасы. Ром. Көрдіңдер ме? Осы. Ал енді бүгінгі сабақ бойынша не түсіндіңдер? Құрақ дегеніміз не екен сонымен? Кім айтады? Шапағат айтшы. Қазақстанның сәні қолданбалы өнері. Өте жақсы. Ал дизайнер дегеніміз? Жақсы. Квилт деген не екен сонымен? Бізде жаңа сөздер, квилт, печворк деген сөздер бар екен. Квилт деген? Құрақ құраудың америкалық техникасында матаның екі қиындысынан арасына салынған ватинмен мақта қабатынан бірге сырып тігілген. Екі қиындының арасына мақта мен ватин салып сырып тігілетін бұйымды біз квилт дейді екенбіз. Ал печворк дегеніміз не екен? Печворк матаның түрлі түсті қиықтарының тұтас бұйым тігілетін өнер түрі. Классикалық құрақ өнері Англияда пайда болған деген отырады. Ал енді мына негізгі түс туралы айтып жаңа. Негізгі қанша түс бар? Кім айтады? Үш түс тұр ғой. Шапағат. Ол қандай түстер? Сары, көк, қызыл. Сары, көк, қызыл. Ал оның қалған түстер олардың түстердің қосындысына басқа түстер пайда болады, бір-біріне қосқаннан кейін басқа түстер пайда болады. Ал құрақтың қанша түрі бар? Кім айтады? Қарақат айтады. Құрақтың 6 түрі бар. Ботагөз, тұмашы, қайшы, деқан, жұлдыз, құдық. Өте жақсы. Біз осы құрақты құрамас бұрын жаңағыдай бәрі дизайн жобасын бәрін дайындап аламыз дедік. Сол іске кіріспес бұрын ол міндетті түрде біз қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Біз жұмыс кезінде не қолданамыз, қандай бұйым қолданамыз дедік? Қайшы, ине, жіп қолданамыз дедік. Осы ине мен қайшымен жұмыс істеген кезде біз қауіпсіздік ережесін міндетті түрде сақтауымыз керек. Бүгінгі сабақ түсінікті ма? Түсінбегендерің бар ма? Сұрақтарың бар ма? Олай болса бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.